Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрлан. Бүгін біз сіздермен Бонапарттың «Жаным есілді» деген музыкасына разбор жасайтын боламыз. Әрине укулелемен. Ол музыканы мен алдында бір видеомен шығарып кеткен болатынмын. Сол кезде көптеген адамдар сұрапты, осы музыкаға разбор жасашы деген сияқты. Мен соны қолға алып, бүгін сіздерге укулелемен разбор жасайтын боламын. Ең алдымен сіздер видео бастамас бұрын осы видеоға лайктарыңызды басып, менің арнама тіркеліп, комментарияға тағы қандай музыка айтқанымды қалайсыздар, соны жазып кетіңіздер. Және де менің инстаграм мен тиктогыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ендеше біз өзіміздің видеомызға кеттік. Ең алдымен бізде бұл музыкада 4 аккорд қолданылады. Ол бізде ТМ, G, C және де АМ деген аккордтар. Бізде ең бірінші аккорд ТМ аккорды. Ол бізде бірінші латтың екінші струнасы, екінші латтың үшінші және де төртінші струналары. Бізде сол кезде мынандай дауыс шығады. Екінші аккорд бізде G аккорды. Ол екінші латтың үшінші және де бірінші струналары, үшінші латтың екінші струнасы тұрады. Сол кезде бізде осындай звук шығады. Үшінші аккорд бізде C аккорды. Ол ең оңай десек те болады. Ол бізде үшінші латтың бірінші струнасы тұрады. Және де ең соңғы аккорд бізде АМ аккорды. Ол екінші латтың төртінші струнасы тұрады. Ол кезде бізде осындай звук пайда болады. Мінекей достар, біз аккордтармен толықтай танысып алдық. Аккордтар ондай қатты қиындық тудырмайды. Ендігі кезекте бізде қағыстары бізде осылай болады. Жылжып барады. Біз осылайша музыканың аккордын, қағыстарын толықтай үйрендік. Ендігі кезекте бізде музыканың текстімен, яғни музыка қылып біз айтатын боламыз. В общем, сол кеттік. Ендеше біз музыканы толықтай текстпен айтып шығатын боламыз. Жаным, если ты хоть немного любишь меня, ты скажи мне. Я бы все отдал, но тебя, похоже, это все не нужно. И если ты подаришь мне один лишь танец, я бы все отдал, я бы все отдал мне. Мінекей достар, біз осылайша музыкамызды толықтай бітірдік. Сіздерге осы музыка ұнаса лайктарыңызды басып, тағы қандай музыка айтқанымды қалайсыздар, соны комментарияға жазып кетіңіздер. Осы видео ұнады деп ойдамын. Енді біз сіздермен қоштаспаймыз, тағы да көрісеміз. Қош, сау болыңыздар.